Байқайсыңдар ма, соңғы кездері ше? Ама чорт болып баратыр қой біз ше? Қашанғы чорт құсап, әркімнен бір таяқ жеп жүре береміз? 10 күн болды ғой, аналарға ответка де қайтарған жоқпыз. Бет аузымыздың бәрі быт-шыт болып, әбір жіп. Бөлінбеу керек дәл қазір бізге, білесіңдер ма? Бірге жүру керекпіз. Бөлінгенді бөрі жейді деп, 5 бөріден кеп, ұрып кетіп жатыр ғой көрінген жерде. Сол, бәрі жабылып кетті ғой. Саған ешкім жабылған жоқ, айналайын. Сен түрің просто тепкенге ыңғайлы. Жігіттер, реттелік бол. Әркімге намысымыз таптап жүре берсек, дұрыс емес қой. Бұға берсең, сұға береді бұлар. Айсик дұрыс айтады, неге жігіттер. Райондағы бүкіл мен деген жігіттердің барлығымен сөйлесіп бір жақты етіп қойдым. Сабақ біткесін заброшкада Меконмен болған теманы бір жақты қылып шешіп тастаймыз. Охо. Оған аса төбелес болады десе сонда, я? Бірақ бұл жол төбелесек алдындағыда шетте қалып кетпей. Неменеге салбырап тұрсыңдар? Өсіп бастарын бұқсандар ертең бүтін районның барлығы басымызға шығатын болды ертең. По-любому ше Габа мен Қайра ертең солардың сөздерін сөйлеп шығады. Жоқ, мен білетін Қайра оларға көмектеспейді, брат. Олардың темасын сосын шешеміз. Бірінші бізге үйімізге кіріп кеткен бөтен қойлардан құтылу керек. Бұл жол сен апайтөс туалап жүр болмасам. Апайтөс? Не ол апайтөс деген? Ой, сонда термин бар апайтөс деген. Жаман адамдар айтады сөйтіп. Жақсы адамдар не деп айтады? Апайтөс дейді. Өтірік шығып отады. Қоңырау болып кетті. Бергеш бер, сен, В общем, інім, мынандай майда тірліктерге бізді араластырмайтын шығарсыздар енді. Өздерің шешіңдер бірдеңе алып. Конечно, братан, болды ғой. Болды. Не қыласыздар оған? Уақытты жұмсап барып, нервничать болған. Өзім істей беремін ғой. Бірақ ана, братан, если менттарға столып қалсам, өздеріңіз суырып аласыздар ғой, Сен братишкам уайымдамасайшы. Бұл менің районым. Сен любой жерден суырып аламын. Болды ғой, болды, братан. Суырып алсаңыздар ғой, сұға беремін ғой қайта-қайта. Мен жүре берейін, рұқсат болса. Абайлап жүр. Жай бе есікті. Болды. Осылай жабайын ба? Жынды кетші бар. Мок. Алдыңғы аптада тағы төбелескенсіңдер ма? Осындай кезде бір бетімнен сұрақ қоятын бар еді ғой? Маш. Алдыңғы аптада төбелескенсің ба дегенде басқа районның балдары келіп бізді сындырып кетті ғой, каждыйымызды. Одан кейін енді бүгін кездесіп сазайларын тарттырамыз, көрсетеміз оларға районда кім хозяин екенін. Абайлап жүрш. Абайлап жүрш дегенде мен емес, сен абайлап жүрш. Сабақ біткеннен кейін прямой үйіңе қайтып кетші. Просто ертең атыс-патыс болып кетіп атса, уайымдап қаламын да. Аман сен үйіңе баршы, Қойш. Мен сендердің төбелестерін қай жақта болатынын да білмей ғой. Ой, ангарда болады ғой. Район шетіндегі ангарда. Просто сабақтан кейін ол жақпен жүрме. Прямой үйіңе қайтып кет. Просто сен ана жермен өтіп бара жатсаң, саған қараймын да дұрыс төбелесе алмай қаламын ше. Одан кейін балдарға көмектесуім керек. Тірлігім көп ертең менің ше. Қымаш. Қазір келейін. Адам уайымдатпай жүріңдерші кішкене. Мынау негізі бәрін біліп тұр. Неге мойындағысы келмей отқанын түсінбедім. Чо болмаса қысайық та бұны? Жоқ, әлі ерте. Кішкене күтейік. Мүмкін бәрін өзі айтатын шығар. Не болды сен? Документ не болды? Ничего, нормально бәрі. Пока қасында жүрем ғой, көмектесіп. Давай жылдамдасайшы, жұмыс көп. Мына істі аянай жеткізу керек. Болды. Жүр ішке кірейік. Қарындас, класты аралап қайтпадық па? Құрыш мысық. Жарайды, өзіміз аралай береміз.
апай не істеп жүрсің жолда? Қағып кетсем не істейсің? Не классты басына көтеріп отырсаң, машина айдайтын жерді тапқан екенсің. Ой, апай, енді сыртта айдай алмаймын ғой, мен правам жоқ қой, машинам тартып алады ғой. Әкел андағы машина. Болды, кетті штрафстоянкаға. Ой, апай, серьезно қабылдап қалғаныңыз несіз? Біздің апай ше, шаршайын депті кішкене. Кіріңіз. Сәлеметсіз, апай. Мок, Танк, Антош, Google. Сендерді директор шақырып жатыр. Осы қыздың бір жақсы хабар айтқан күні болмады ғой ше. Біз Мок, Танк, Антош сендерді Мальдиваға шақырып жатыр деп қашан айтасыңдар? Тез бол, барыңдаршы тез. Көп сөйлемей. Кеттіге. Сабақтан кейін қайда шықтыңдар? Үйге. Үйге? Не өтірік айтып тұрсыңдар? Кімдермен төлесейін асыңдар? Ағай, бәрін қаяқтан біліп қойып атсыз? Біреу айтып жүрген жоқ па сізге? Бізбен бірге барып төбелесу ғана қалды ғой сізге? Аузыңды жапшы сен. Сендердің сөз бергендеріңнен шаршадым мен. Қазір апайларыңа айтып қоям, ата-аналарыңа звондайды. Сабақтан кейін үйлеріңде болмасыңдар, мені жақсылық күтпеңдер. Түсініп ма? Түсіндік ағай. Сабақтарыңа кіріңдер бар. Болды. Жігіттер, мына кісі бәрін қайдан біледі? Біреу арамызда тоқылдап жүрген жоқ па? Кім тоқылдаған білсем ше? Көтін айырам ше, сол күн. Или бармай-ақ қоямыз ба, не істейміз? Қумаңдас жігіттер. Өзіміз шақырып, өзіміз бармасақ не болады ол? Бетик. Сабақтан кейін үйге қайтқан сияқты болайық. Сосын жай забрушкіде жиналып аламыз. Хорошо? Кірейікші онда. Сол сөйтіп анар ойынмен кезде сосын барып қой нормально болған. Сен неге отырған кезде. Братишка, тартықшы бері. Қарамайды ғой мыналарың, амандаспайды ғой, брат. Ассалау қайда біле? Ассалау. Алейкум ассалам. Қай класста оқисыңдар? 10-шы сынып. В общем, ішке кіріңдер де мектептеріңе. Гала мен Кайра айтып жатыр деп, оның теңге алып шығыңдаршы. Бар, тез. Что-то не істеп тұрмыз, жігіттер? Братан, сендерге ақша жинамасын деген бізге. Не? Сендерге ақша жинамасын деген бізге. Ебайт кім? Кәріс. Кәріс? Берейін. Барыңдар бары! Кім дедің? Зайбал. Сука! Сука! Кәріс па, Зайбал? Кәріс па, нахуй? Сука! Жігіттер, чо там? Наравны сөйлесеміз бе әлде? Айтпақшы сендер. Жабыл үйреніп қойған екенсіңдер ғой да? Чо, маған поху. Паразым өзім ақсындырам ғой сен. Давай бірге бірінші. Тоқта. Жігіттер конкретно мен сендерге тістеніп келіп тұрмын. Екі қырлайық. Хотя араларында біреуіңнің көтін айырып кетейін да. Тем более поху. Қарамайым 2-2, 3-2, мыжыма, жымыжы. Саған қаршы мен любой болан тұрып береді. Давай. Мысал, шықшы сен. Мына балаңмен тісімді шықым ғой мен. Көрейік? Көрейік?
Есің жинадың бе? А? Есіңде болсын. Сендердің старшактарың кәріс емес, габан. Түсіндің не? Сука, блядь, кәріс дейді ғой маған, бля, малдар, бля. Тұр кет бар, бля, Бар, бля! Қайра, аның қатты жүрген жоқсың бе? Сол керек өздеріне. Макс, айда шыраңардың көтін айырамыз. Кәріс не қып ұзақ төбелесіп кеттің, е? Давай, Сепсандр, Ебать, что за бардак, бля? Че там, братан? Арт қайда? Көт сөйлеме, братан, врачка. Блядь, арт қайда деймін мен саған. Неге түсінбейтін адамсың сен? Тірлік шеше алмадың ба, біздің кінеміз емес ол. Бол тезді. Не болды, что там? Не алды? Өкпем көп болып қалды. Нормально. Балдардың бәрін тараттым. Жетті. Біздікілер салмап па? Біздікілерін ешкім салған жоқ. Бәрі үйлерін жетті, хабарластым. Кім барған ау? Мұрт. Микоше. Соны дос баласымен көтеріп кетті екеуін. Оларды ше ертең по-любому Қайра мен Габа ше шығарып алады, мен сендерге айтамын. Негізі ше, мен білетін Габа мен Қайра Миконы пайдаланып кетті. Бля, сонда Миконы Габалар просто так пайдаланып кетті ғой, Қарап тұрсаң, біздің районға қатысы жоқ балдар ғой. Енді отыр өздері ментовкада. Дальше не болады оларға? Ойландыршы, ментовкада отсында бет аузын быч таяқ жақ қағасын. По-любому ана жерде біреу сұрайды ғой сені, ше? Че там, оттыңдар ма деген кезде? Ялғаннан, я дейінде тұрдың, Ойландыршы. Не олар үшін бастарын ұрып тұр. Жатпай ма райондарында көттерін қысып. Соттап кетпек түгіл, неғып одан ары. Жігіттер қазір бетик. Мына жерден қайтып кетейік. Топ ұрламай бөлініп үйімізге қайтайық. Сосын кешке связь боламыз бәріміз. Хорошо? Сен кетті, сөйтейік шын. Жақсы, қауышаспаймыз онда. Кетме, қарны машты ше еще. Арқан қақ, әмжан. Братан, мен неге тастап кеттік аналар, ұят болды ғой. Еще шығарып аламын дедім десең оларды. Бля, Макс, сен неғып сөз ұқпайтын болып кеткенсің, кішкентай бір тірлікті бітіре алмаса не істеп жүр оларына? Ровный, достойный жігіт болса шығады өздеріне. Мазға не термеш болдыны. Все, братан, успокойся. Қойшы, зайбал, Макс, не болды саған? Дохуя ондай братишкалар, керек болса балшықтан істеп аламыз. Ішіп жеп демалайықшы, жігіттер. Ертең бәрі басылсын, шешеміз. Мен бля, анау Қарыспен сөйлесу керек маған. Бетіме тіке қарамайтындай қылам мен оны. Бля, бүткіл настроение. Все, браттың, заказ берек. Официант қайда? Да, официант! Так, Мержан Сәрсенбаев.
Сен мүлдем біздің район баласы емессің ғой сен? Біздің районда не жоғалттың? Кошелек. Біздің районда қанша қылмыс болып отқан білесің ба сен? Соның бәріне екеуі мойныңа ілем. Мынаған түсінік жаз. Не болды түгел жаз? Жазғанда ше, братан. Братан, бір звонок жасап алсам бола ма? Пожалуйста, братан. Біреу ғана жасап алайыншы. Болды, одан кейін жазам, бәрін жазасың ғой сен де. Болды, бәрін мойныма аламын. Осы районда не қылмыс бар, бәрін мойныма алып таста, братан. Пожалуйста, бір ғана звонок. Понятиең бар екен ба? Айлығың көп па не? Телефоның зор ғой. Шығып атсам саған новый чехол мен атына. Лыпылдама ше. Қазір, бір минут. Не болды, жауап бермей жатыр ма? Жоқ, қазір. Қате номер теріп қойған ғой қазір. Басынан бастап жазып алайын. Әкеш телефон. Братан, қазір тағда үшінші рет бір рет звондайсың ғой, братан, болды содан кейін. Әкел дейм бе? Братан, болды қазір. Әкеле бер. Ешкім көмектесе ме сендерге? Дұрысбайбек, түрлер камераға анық түскен. Видеосы таза. Сен немен отырсың, сен де жаз. Шешесі ит сияқты лақтырып кетті ғой. Google, арт-артына не өп кетті? Соны айтам досым. Не өп кетті натуре? Бірінің артынан бірі проблема өп кетті ғой. Соны қазір мыналар ше, гол тықпаса 2000 теңге минусқа кетейін деп тұрық біз. 2-ақ минут қалды қарасай. Далбансың ба сен? Тоқыма саған досым. Жан-жағыңа қарасай, жағдайды қарасай. И так мынадан басқа проблемалар жетеді досым. Проблема жағдайды қара дегеннен тірлік істеп ақша таппаймыз ба? Құр шеш, адам болмайсың сен. Наход наги ғой, братан. Ертең шығып кетсе, шот алып берем, брат. Шықпаса ше? Шықпаса жағдайға қарайым. Шешіп кетші. Дозып алып берем, брат. Базар жық танк, мен сен мойындадым ше. Шынды кесің ғой тазы. Анам басымен бір ұрдың да, үстінен мұжып өттің ғой танк ұқсап ше. Байқадым, упор көрген жоқтың ғой мен ана. Короче, негізінде көзін жұмып түгілсе істедің да, просто сендерге тек бедемай деп қорқтың да. Базар. Неге қалтаңа саламадың анан? Зубочистка сияқты бәле ғой анан әнде. Қалтаңа салып, тісің шұқитын кезде бет шұқи бересің да, тісің арасы ашық қой сен. Білмейсің ба? Болмайды қондай. Не? Қалтам тесік қой менің. Құмаш? Ой, еркек жетім сақ көр мені сен бесең. Малсың ба, Не? Малсың ба, Немене айтса енді? Не тұр анақта? Телефон ғой? Телефон емес, жұмсақ кожный бір нәрсе тұр ғой? Ой, кожный телефон қарасай. Қорқып кеттің ғой? Анау қатесі жазса, ана үйдің үстінен ноқат болады. Не ол ноқат деген? Ол төбелескенше сабақтарын дұрыстап оқымайсыңдар ма? Кір. Кезеш. Бәрі дұрыс ба? Рас па? Иә. Екеуің, кетіңдер бар. Дурима, братан? Тағы да обезьянға отырын кеп. Болды, кеттік. Кетсеш бар. Болды, от души, братан. Новый чехол мен атынан, братан. Болды, от души, братан. Все, жақсы, тойда жолыққанша. Братандар шығарып алған шығар, Че там, басқа адам күтіп қалдыңдар ма? Сен ба шығарған? Сен қалай шығарып алып жүрсің бізді?
Иә, балам. Тыныштық па? Қайдан жүрсің? Сізге бір өтініштермен келіп тұрмын. Кішігірім. Бәсе, сен жайдан жай жүрмейсің ғой. Айт. Қысқасы, бір жігітті бір жерден шығарып алу керек. Соны көмектесіп жіберсеңіз. Не қыласың? Аз білсең тыныш ұйықтайсың. Мен түсінбедім, не үшін шығарып алдың сен бізді сонда? Сендердің братандарың шығарып аламаған соң, амал жоқ келіп шығарып алдым. Онда тұрған не бар? Кім айтты олар бізді қалап кететін? Бізді неге өзіміздің братандар қарсы шығып жүр деп ойлайсың, Мико? Просто біз білеміз де олардың сондай бір гнида екенін. Тоқта, кәріс мен түсінбедім. Сен сонда бізге сендермен қосылып, соғырға қарсы шық деп айтқың келіп тұр ма? Мико, мен саған ондай нәрсе айтқан жоқпын. Енді? Жоқ, сен түсінші. Біздің мына іштегі болып отқан темаға сендердің қатыстарың жоқ. Сендер араласпай қойыңдар. Районға вообще келмей қойыңдар, жігіттер. Өзім шеше береміз өзіміздің ішкі нәрселерді. Біз неге телеп жүрміз? Просто бізден кейін поколение біздің көрген нәрселерді көрмесін деп жүрік. Сосын Мико, біздің районға келіп, біздің шаруаларға араласпай қойыңдар. Біз іштегі теманы өзіміз-ақ шеше береміз. Жақсы. Кәріс. Атури, если көмек керек болса, смело обращайся. Все. Базар жоқ. Кеттік районға. Жоқ. Біздің бұл жақта бітпей қалған бір тірлігіміз бар. Не тірлік? Қайда жүрсің? Қосымша сабақта? Қайда қосымша сабақ? Қосымша сабақ қой, папа. Сен өтірік алдауға біз үйреттік па? Мен шынымен қосымша сабақта келе жатырмын. Жаңағын апайың звондап маған бәрін айтты. Ей, бала, берген сөзің қайда? Екеуміз қалай келісіп едік? Басқа жерге барған жоқпын, тек қана қосымша сабаққа бардым, папа. Сені басқа мектепке ауыстырам. Сенің болашағың үшін. Папа, қандай Мен екі сөйлемеймін. Бар. Қайра, маған мынаны тағатын бір сенім жер керек. Айтпаса бүгінгі мен тігіп көріп қоятын болса, жағдайымыз қиын болады. Все, братан, без проблем. Қарасырып тауып қоямайым дема. О, міне, достойный жігіттер өздері шығып келеді. Алмак сен бостан-бос кипишавайт етіп, Мико, қалайсың? Эй, он шығып емес ана таста. Көтің қыз, Кайра. Ах, бля, в смысле көтіңді қыз? Эй! Чё там, братан, смақтар? Трубкаларын алмайсыңдар ғой. Звондайып, жоқсыңдар ешқайда. Не болды? 2 сағат апорка отырып, герой өйіп кеттің бе не? Сол 2 сағаттың өзі сендердің маскаларын шешуге жетті. Десейсің анағым, атасың ба? Габа. Конкретно енді мына темаға мені араластырмаңдар. Болашақта осы районға қарайтын жігіттердің алдында өде бергем. И сендерге қарағанда мен өдемде тұрам. Слышал, братан? Габа дейді. Братан деу жоқ, бля. Кайра, сен өзіңді әлі братаным деп ойлайсың ба осы тірліктен кейін? Допустим. Біздің районда братан деп сөзінде тұратын достойный жігіттерді айтады. Сен сияқтыларды емес. Осы істеп жүргендерін дұрыс деп ойлайтын шығарсыңдар. Бірақ конкретно бұны дұрыс емес екенін дәлелдейтін жігіттер бар. Оны мен айтпай өздерің прекрасно білесіңдер. Кім екен? Короче, загасяк, но менде қалады. Түсіндіңдер ғой? Жақсы болсын. Ай, бляш. Кездеспейміз деп ойлайды жарына. Бір әшкелермен әңгімені шешіп алайықшы полностью. Қара. Сындырып кетеміз. Еркекше айтамыз. Дамайым, братан. Бердің братандарына звондаймын, өзі еңбектеп әкеп береді алдымызға. Қой болды. Карта шығар, уник. Жақсы болыңыз, ата.
Авасик. Кәріс, қайдасың? Сол үй жақта магазин шыққам, не болды? Қайра мен Габа 18 мектептегі бір братишканы ұрып кетті. Қылмаш. Не үшін? Кайралар ақша сұрап келген, бізге Кәріс ешкімге ақша бермесін деген. Габа мен Қайра сол үшін ұрып тастапты. Қазір ана бала больницада жатыр. Кәріс, өзің жалғыз кетіп қалмаш, тыныш тұра тұршы, ақылдасып алайық бірінші. Бля, заебал. Щенк.